Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тәтті бұрышпен қызанақтан әзірленетін лечо салатын жасаймыз. Менімен бірге қысқа дайындық жасаңыздар. Менде 4 кг қызанақ, оны еттатқыштан өткізіп аламыз. Егер де сулы болғанын қаламасаңыз, 3 кг қызанақ алсаңыз болады. 1,5 кг қызыл және де 1,5 кг жасыл тәтті бұрышты алып, қалауларыңызша кесіп аласыздар. Тартылған қызанақты 15 минут қайнатып, кесілген тәтті бұрыштарымызды саламыз. Үш ас қасық тұз, 2 ас қасық қант және де 100 мг сұйық майын құйып, 20 минут қайнатамыз. Сарымсақтың 5 басын алып, осылай ұзын шақтап турап, тағы да 5 минут қайнатып аламыз. Бір шай қасық 70% уксусты құйып, тағы 1-2 минут қайнатамыз. Ас көгімізді турап дайындап аламыз. Ас көпті салғаннан кейін астын өшіріп, лечомызды ыстықтай стерилизация етілген банкілерге құйып, қақпағын жауып, төңкеріп қоямыз. Лечомыз дайын болды, жасап көріңіздер.